Қайратшамен кездесіп жатырмыз. Қызылордада тағы да той бүгін. Бүгін жігіттің тойы. Қайратты көргеніне қуанышты болайын. Аман бол. Алтын бала ғой бұл алтын бала. Сәттілік. Мороженое жеп жатырмыз. Қызылорданың 50 градусы кішкене түсіп келе жатыр. Тойларымыз құтты болсын. Үйге қайтайық деп жатырмыз. Міне Еркежан, Райым, Никулин менің бауырым. Ал құрметті қалайық, міне Құдай қаласа жақында біздің Еркежан қызымыздың, Ерке қызымыздың өзімнің сіңілім, өзіме ұқсаған кішкене ұқсастығымыз бар. Райым екеуі мінекей бала шағасын кішкене өсіріп, творчествоға қайтадан кірісіп жатыр. Жақсы әндер жазылып жатыр. Соның тыңдаушылар боласыздар. Ерке мен Райымға мен ұзақ өмір тілеймін. Творчестволары өсе берсін. Болашақта Ерке мен Райым сіздерді тамаша әндерімен әлі талай билетіп, әлі талай тебірентіп, әндерімен қуантай берсін. Бақытты болыңдар, бала шағаларың аман болсын. Өсе беріңдер, халықтың алдында сахнаның төрінен түспей, әр қашанда қуанышта жүре беріңіздер. Әумин, рахмет. Гүлдер ай, бақытты күндер ай, гүл алған арудың күлген ай. Қайырлы түн, түнгі серуен, түнгі Астана, жаңбырдан кейінгі саф таза ауа, күшті болып тұр. Қыдекеңді танып, фотоға түсейікші деп ұстап қалды артта, соны күтіп тұрмын. Та-да-да-дам. Осылай жоспарымызды құрып, күшті ойларымызды ортаға салып, сырласып, біраз шақырым жүріп тастадық негізі. Қайырлы түн қазақ елі. Күшті. Түн тыныштығын берсін жаратқан. Айсыл, сен байқайсың ба, Алматыға барсам, Алматыда жаңбыр жауады, Астанаға барсам, Астана жаңбыр жауады. Енді қарайықсыздар, Шымкентте жаңбыр жауды ағайын. 2 күн, вот именно 2 күн алдым, ми қайнап атқан. Всем привет. Привет. Сабина дейтін алтын қыз. Золотая девочка. Бүгін бізде тусадежа. Қонақтамыз, Шымкенттеміз. Жастардың тілімен сөйлеп отқанмын ғой. Иә, бұл жастар енді біз оны түсінбейміз біз енді. Парфюмымыз күшті. Өзіңді жаман емессің. Қуаныштымын көргеніме. Мен де. Сабинадан жаңа ән күтіңіздер. Иә. Күшті шықты. Құттықтаймын. Рахмет. Мына экрандағы суретпен мынау табиғаттағы көрініс бірдей болып тұр. Қандай әдемі. Мені бүгін студияма келгем ғой. Қараңыздар, гүлім өліп қалыпты. Ой, обалай, айнагүлді терең жейтін болды ғой. Күнде екеуміз анау негізгі бір шаруамызға дайындалып жүредік қой. Күнде тест ететіп, дайындалып, студияға қарамай кеткен едім. Құдай-ай, ал айтыңыздар енді мына гүлді қалай емдеуге болады? Әлі шанс бар ма сақтап қалуға? Чемпион! Испания чемпионы. Ал ерекеммін. Бісміллә деп. Аллаға шүкір. Қаршы адамдар ма, яқты адамдарым деп. Жақсы адамдарым деп. Мен білмеймін қайсысы екен, осы ма еді, анау ма еді деп.
бір-бірін жетектеп демалыс Ереке екеуміз кіп отырып. Спортқа да бірге барамыз. Шымкент, Астана, Баянауыл, Жасыбай. Одан қайтып Астана, одан Шымкент, одан Ташкент, одан қайтып Алматы. Мінекей. Енді Алматыдан тағы да жолға шықтық. В общем, бір күн деп алған жоқпын. Әлі жол болады. Аллаға сағынышыңдар. Аман болайық, бар болайық, шаршамайық. Андреке. Аумин. Ақ жол бізге. Барғасын айтам қаға кеткенімізді. Ерлан Рысқалидың шаңырағындағы ет. Құдай-ау, Ереке кеше мен жалмай сторисына мына Саржалда ыстап баптап жатқан қымызын көрсетеді ғой. Мамочки, содан деген ұйқыдан айырыласың ғой. Қымыз Саржалдың деп ше. Міне бүгін бұйырған екен Саржалдың қымызы да, мынау сүрленген ұзын сары ет те, Құдайға шүкір бала-шаға да, және біздер де десең. Анау сарайдың ши бауырсағы. Ай, ши бауырсақты ұрып алдық. Сонда диета қалды ма жөнінде, Жадыра? Оған диета жүрмейді. Диета жүрмейді. Диета деп айтуға. Астамды осы жалпы бар ғой. Күнә ғой. Жалпы бар ғой. Дос, жегжат деген жақсы ғой. Адалынан болса. Сол. Шүкір Аллаға. Менің бір адал достарым, жегжаттарым. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгін жалпы кешеден бері оқырмандарым жазып жатыр да. Жұлдыз неге бір шығып қайта жоқ болып кетесіз деп. Енді осы жолы, яғни бүгін таңнан кешке дейін, күн батқанға дейін сіздермен онлайн болуға тырысамын. Қазір мен таңғы асқа бара жатырмын. Плюс өзімнің жұмыстарым бар. Бір скоро сюрприз болады, бір күшті нәрсе өткіземіз. Не екенін оны алдағы уақытта көре жатарсыздар. Сол туралы қазір кездесіп ақылдасуға бара жатырмыз. Оны пока что айтпаймын. Оны келесі айда білесіздер. Пока что бүгін бірге онлайн боламыз. Күнде бері сіздермен сырласпадым. Сұрақтарыңыз болып жатса, көкейіңіздегі сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады деп айтайыншы. Барынша сұрақтарыңызға жауап беруге